Достар, сіздермен бірге мен Айша Тока. Әрине бүгін мен Мемлекет қызы деген сериал түсіретін боламын. Достар, сіздерді таныстыруға ұмытып кетіппін. Бұл Арина, ол өте өзінше қыз. Бұл Аринаның подружкасы аяулым. Бұл Анара. Бұл болса мүгедек қыз. Сериалдың басындағы қыз ол Назерке болатын. Бұл Мансур, бұл Азамат. Ал достар, мен бастаймын. Тоф, тынышталыңдаршы, апай келе жатыр ғой. Той қойшы су, өзіңше болмайды. Так, қайсың шулап жатқан, а? Апай Мансур ғой шулап жатқан, мен оған айтқам. Кетші, а? Ей, Мансур, артық сөз айтпа. А то қазір сені тақтаға шығарып жіберем. Иә, түсінесіз апай. Так, шайымды ішіп алайын, артысына не. Так, қоя салайын. Так, мылтықтан сүртіңдер. Назерке сүртші. Қыз. Сүртшім. Назерке, сен жүре алмайсың ба не? Иә, жүре алмаймын. Так, мені апай сүрттім. Жақсы отыра бер, Назерке. Назерке жүре алмайды екен, ұят болды ғой. Үйге 96-шы есепті аламыз. Күнделіктеріңе жазып қойыңдар. Ертең апаймен бірменім деген сөз болмасын. Так, қоңырауға шығып келіңдер, қазір математика сабағы болады. Не жылап жатсың? Назерке, не болды, неге жылап жатсың? Мен жүре алмайтын, бәрі күледі. Қалай ауыр тиетін білмейсің ғой. Кім айтқан? Айтпаймын. Оған болмашы, ертең жүріп кетесің, өтінемін. Солай ма? Әрине, жүріп кетесің ғой. Оған бола алаңдама. Давай екеуміз құрбы боламыз. Давай. Ой. Қоңырау соғылды, жүр кеттік, математика болады қазір. Ой. Қоңырауды соғып қалды ма? Иә, қоңырауды соғып қалыпты. Жүр. Сабақты оқығым келмеді. Енді оқу керекпіз, надан болмаңыз. Так, сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл мен математика пәнінен жаңадан келген мұғалімім. Біз танысып кетеміз деген ойдамын, ал қазір сабақты бастаймыз. Так, қазір біреуді тақтаға шығарамын. Ағай, Назеркені шығарсаңызшы. Так, артық сөз айтпа. Атың кім еді? Аяулым ғой, аяулым. Аяулың болсам, артық сөз айтпа. А то қазір сені тақтаға шығарам. Жарайды. Так, мына партада отырған қыз кім еді? Атың? Мен ба? Я, сен шықшы тақтаға. Жарайды. Көптің есебін жап, біраз. Жақсы, дұрыс. Так, сұрақ қоямыз. Сен партада, кешіріңіздер. Сен партада отырған қыз кім еді атың? Аяғым. Назерке. Ешжан ұрып кеткен жоқ па? Так, Назерке, не болып қалды? Дәрігерге барып келесің бе? Жоқ, ағай. Жай ғана мен аяғым ұрып кетті. Ештеңе болған жоқ. Қатты ауырып тұрған жоқ. Жақсы. Мұнда жыламаға жарайды ма? Жақсы. Мен отыра алмайтын сияқтым. Қазір отырып көрейін. Жақсы. Жақсы, басқаларың сұрақ қойыңдаршы. Мансур, сен қойшы. Жарайды ағай. Так, бірдің көбі. 25. Дұрыс емес. Жақсы.
Так, сабақ бітті. Олар үйлеріне барды. Назерке, еш жерің ауырып кеткен жоқ па? Аяғым кішкене ауырып тұрғаны. Қатты ауырып тұрған жоқ. Онда қатты ауырып тұрмаса болды. Ананың құлағаны өте күлкілі болды маған. Аузымда түкіріп қоян деп қалдым ғой. Так. Не күліп отырсыңдар сендер? Естімейді деп ойлайсыңдар ма? Орындарыңды біліңдер. Әркімді жамандай бермей. Ойбай қорқа қалдым қойсай. Қазір мен ойбай, мынамды жабылатыны қатты екен. Так, мында менің үйіме кет. Менің үйіме бір күн қонуға. Анаңнан рұқсат сұрашы. Жарайды. Олар үйлеріне кетті. Достар, мен бұл видеоны 9 минут қана түсіремін. Екінші жақсысын күтістірем, білмеймін. Анашым, мен келдім. Қызым, қайдан келдің? Мына қыз кім? Бұл менің құрбым. Оның аты Назерке. Жақсы. Қонуға келді ме үйіме? Я, анашым. Мама, біздің үйімізге қонсыншы, құрбым. Жақсы, ұйықтай беріңдер. Ура, рахмет. Так, менде осындай мынандай бар. Оның ішінде менде мынандай блокнот бар. Сосын менде мынандай пижама. Саған қазір беретін болам. Киесің. На, сен оны киіп ал. Ертең. Кетерсің. Мен осыны кием. Ұйықтаймыз. Так, іліп қой. Так, қыздарым ұйықтады ма екен? Ұйықтап қалыпты ғой. Қызым, сен дұрыс емес қой. Неге бұл мүгедек қызбен үйіммен отырып болдың? Жақсы, ұйықтайын.